все. Өзім таныстырып кетейін. Менің есімім Дамир. Кезінде ЮНИСТ-қа тапсырып түсе алмай қалғандардың бірімін. Қазіргі уақытта Назарбаевта оқып отырмын, бірінші курста. Сізді кезінде көргем лицейге бір рет келген кезде. Осы түлектермен жүргізушісі болғанмын. Примерно уже осы біз 4-ші немесе 5-ші выпускымыз болып жатыр. Келгеніңізге рахмет. Осы кездесуімізді Zoom арқылы істейін деп шештік, өйткені подкаст ретінде, сосын видео ретінде адамдарға ыңғайлы болу үшін, және олардың өздерінің сұрақтары болса, сізден прямой сұралатындай, осындай Zoom арқылы істеп жатырмыз. Қонақтарыңызға сізді таныстырып кетейін. Ұланбек ағамыз лицейіміздің түлегі, ЮНИСТ университетінде бакалавр оқыды, КАИСТте магистратура, қазір PhD оқып жатыр ЮНИСТ университетінде. Жалпы жағдайыңыз қалай? Қазір Кореядасыз ба? Оқуыңыз жалғасып жатыр ма? Оқу жалғасып жатыр, Құдайға шүкір. Кореядамыз уже Қазақстан қайтпағалы 2 жылдай болып қалды. Коронавирус болып қайта алмай қалдық. Сол карантинде қалдыңыз ба Кореяда? Карантин дегеннен бұрын, біз Қазақстанға қайтсақ, қазір Кореяға қайтып кіруіміз қиын болған деп тұр да. Оқу жатыр қалсын, сосын ұялмай ақ қояйық, қайтпай ақ қояйық. Қазіргі уақытта әлі де Кореяда карантин болып жатыр ма? Жоқ, бізде карантин болғанда жоқ қой. Қазақстандағы бүйтіп алып тастаған жоқ, локдаун болған жоқ бізде. Тек әркім өзінің несін, жаңағыдай гигиенасын сақтап, анау деген сияқты кейбір жерлерге баруға не болмады, кейбір жерлер жауып тастады, маска не, бірақ андай бүкіл мүмкін бір қаланы жапқан шығар. Анда вспышка болған бір қаланы жапты, атак басқа қалаларды не алған жоқ, ондай. Просто жестко контроль болды. Соның жағын өткен қаншама экономикаға бәрі неге байланысты ғой. Осы бір-бірін қатынай алуына байланысты деген сияқты. Сосын ондай қатты не болған жоқ, қиын болған жоқ бізге. Өзімнің жұмысыма қатты әсер еткен жоқ, шын айтсам, оқуыма, жұмысыма. Онлайн болғаны болмаса, сабақтарым бәрі қазір онлайн. Бірақ мен сабақтарым бәрі бітіріп тастаған. Ондай не жоқ, проблема жоқ. Все. Қазір енді оған келе жатармыз. Енді ең бастапқы сол лицей кезіңізден бастап, лицейге қалай түстіңіз, сол кездеріңіз туралы айтып берсеңіз. Так, бір минут. Все. Ыңғайлы отыра беріңіз. Лицейге мен қашан келдім? 2006-да ма түстік қой өзі? 2006-да түстік қой, 2006-дан бастап. Мен негізі 7-ші класс бітіріп түскем. 7-ші класты 2 рет оқығанбыз. 3-ші гимназия оқығам. Кезінде қазіргі 3-ші мектеп лицей ма? Сөйтіп аталды. Сол жақта оқып, 6-ші класстан кейін тапсырғанмын негізі. Содан кейін негізі оған дейінде 4-ші, 5-ші класстарда андай бір тұлпар дейтін ба, сондай бір жарыс болатын. Сол жерлерге тапсырып көріп, жаңағыдай бір орынды алып, қызыл диплом, көк диплом сияқты нәрселер алған едік. Содан кейін бізге андай хат келетін болды, шақырауда, лицейге тапсырыңыз, анау деген сияқты сондай хаттар келді. 6-ші класстан кейін бардым, түспей қалдым. 0 бір бәле балл жетпей қалды. 0,5 бір бәле, короче, последнийлерден кейін тұрдым да, неде списокта көрдім. Кішкене жетпей қалған екен. Сосын бірақ келесі жылы уже тапсырмайын деп ойлағанмын. Қоя салды. Сонымен ең соңғы күні хат келіп тұр. Тағы да тапсырып көре бердім. Сосын жарайды деп барып документтерімізді алып не беріп өтіп кеттік қой. 1-ші турдан өттік. 2-ші турда бізде енді өзі қалатын едік қой жатқанында. Қазір қандай екенін білмеймін. 5 күндік болатын бізде. Сол 5 күндікте сол жақта жаңағыдай ағылшынша, түркше де үйретті, жаңағыдай ағылшынша бар, математика, логика сондайлар болатын. Содан кейін уже 5 күннен кейін бір кетті. Тәрбиешілер бар, қызық болған. Жалпы 2-ші турдан кейін енді бір айдан кейін ба белгілі болды ғой. Жаңағыдай біздің олар бізге тәрбиеші болады да, 10-ші класс бітіргендер, қазір біз барған кезде уже 11-ші класс болатындар тәрбиеші болады. Солардан біреу уже есіктің алдында көрген кезде дейді, сен түскен жоқсың, бармай-ақ қой деді. Уже настроение түсіп кеткен, сосын ладно, көре салайын деп бір списокта көремін ғой. Сен түсіп тұр екен, да атым жазып тұр екен, дұрыс деп үйдегілерге айтып. Сонымен болды, сонымен басталды лицейдің өмірі. Үйтіп 2006-да басталдық. Өзің 7-ші класс
иә 2 рет оқыдым ғой қысқасы. Жалпы өзіңізге өзіңіз шештіңіз ба, мен екінші рет 7-ші класс оқимын деп, бір материалды қайтадан соны қайталап, сізге оңай болды ма? Маған жасым келіп тұрды да. 7 жастан сабаққа мектепке барғандай болатын болдым. Сол үшін қатты проблема болған жоқ. Мен негізі 6 жастан барғанмын, сол үшін 7 класста қайбір оқып дейсің бізді. Сосын қайтадан оқығанға ештеңе етпес деп оқыдым. Дұрыс. Ал лицейде олимпиадчик болдыңыз ба? Бір пәнді алып? Бақыт Жоламан да қазір сабақ береді ғой, иә? Әлі де береді ғой, иә. Бізге олимпиадчик деп айтсаң ұрсатын еді. Олимпиадник деп айту керек деп. Бізге де айтатын еді. Есіміз кетті. Сонымен, так, негізі қазір де сондай система шығар. Сол экзамен алып, анау деген сияқты. Бірақ мен басында математик болған. Оған дейін басында маған айтқан, биолог боласың, ау деген сияқты, жаңа экзамен алғаннан кейін предварительно айта бастады да, сыбыстар жүргізіп деген сияқты. Мұғалімдер әдейі тиісіп, андай интриговать етіп, сен что-то биологияға баратын сияқтысың деп. Одан кейін, ой, қайдағы биологиясын іздеп, менен доктор шықпайды, мені қоя қойыңдар деп. Былай тек математикаға өттік бірнеше жыл. 5 жыл бойы математик болып шықтыңыз ба? Физик болмадыңыз ба? Жоқ, физик болған. Мен бір рет осы естіп қалған сияқты болдым, сіз физик болды деп. Или неде оқып жатқаннан кейін ба, юнисте оқып жатқаннан кейін? Физикадан қатыстым, бір проектіге қатыстық. Проект жаңағындай основной математика болды. Математика любой жерде болады. Лицейде мұғалімдерден кімді аса ұнаттыңыз? Бақыт Жоламан. Бізде қазақ тілден, орыс тілден апайлар бәрі мықты ғой. Біздің ағайлар, апайлар білмеймін, бір бөліп жармаппын ешқайсысын. Біздің кезде, шынымен де кадр мықты болды, өте мықты болды. Ол кезде түрік ағайлар көп еді. Түркшеден беретін, ағылшыннан берген, ағылшыннан болған еді. 7-8 класста кәдімгідей миыңа құйып берген. Соның берген ағылшыншасы мен әлі жүрген шығармыз. Жалпы математика мықты болды, химия болды. Қазір химиядан мұғаліміміз Америкада өзіміздің класс жетекшіміз болған. Кезінде класс жетекші тәрбиешілеріңізбен араласып тұрасыздар ма? Мектепке барған кезде барамыз, Талғат ағайды көреміз әйтеуір. Қазіргі сол бұрынғы класс жетекшілеріңізбен, тәрбиешілеріңізбен қарым-қатынас ұстап тұрасыздар ма? Иә. Біздің тәрбиешіміз қазір. Өздеріңізде тәрбиешілер түріктер болды ма? Тәрбиешілерден болды ғой. Түрік ағайлар болды. Түрікшені ұмытып қалмадыңыз ба қазір? Жоқ, түрікше ұмытқан жоқпыз. Қазақша сияқты ғой. Бізде мұнда түріктер бар мұнда. Докторантура оқытқан көршім бар. Онымен түрікше сөйлесетін болғасын қатты проблемамыз. Керемет. Одан кейін 11-ші класс оқыған кезде кім болам деп шештіңіз? Сол уақыттарда. Қалай университет таңдадыңыз? Басында ағылшынмен кетеміз ба, содан физика таңдап кеттік, 5-ші пән ендіда. Одан кейін бір физиканы таңдағаннан кейін енді технический мамандыққа барамыз деп ойладық. ЮНИСқа түсіп кеттік, байқамай. Сосын СДУ-ға да түскенбіз, грант алып. Одан математический жағыма, жаңағы ВТИ помню, вычислительная техника, сонда СДУ-ға түстік, осыған түстік, сосын басқа білмеймін, тағы қайқа түспедік. Болды дейді. Негізі шетелге пландадыңыз ба, или Қазақстанда қаламын ойлап едіңіз? Түсіп тұрған жерден оның отказын жіберіп, сонымен ЮНИСқа баратын болдық қой. Бұл кезде біз ең бірінші 2011-де келдік. 2011-де келген кезде ешкім жоқ еді қазақтардан. Біз ең бірінші қазақтар болып келдік. Ол кезде ешкім жоқ еді. ЮНИСқа қандай экзаменде тапсырдыңыз ол кездер? Экзамен дегенде просто телефонмен интервью болады. Сен ағылшыншаны тексереді, жалпы технический неңдер былай қарайды. Ол кезде білмеймін, біздің Қазақстанда қатты танымал болмады ғой ЮНИС ол кезде. Біздер ең бірінші болғаннан кейін ба, білмеймін, бір қатты қиын болды деп айта алмаймын универге түсу. Бірақ андай нелерге қарады, жаңағыдай шетелдік нелер бар ма, проекттерден қалған орындалым бар ма деген сияқты, мектептегі табелдер, бұндайларға қарады.
каат не дегенде тапсырган жок, сап тапсырган. Сиздерде ол кездері сондай проекттер мектеп кезіңізде көп айналысып па едіңіз? Бір рет бардым, иә. Айсбекке бардық қой бір рет, 2010-да. Лицейден өзіңіз ғана түстіңіз ба, или бірнеше бала алып түстіңіздер ма? Лицейден, Қызылорда лицейден жоқ, мен ғана бардым. Басқа қаладан келгендер болды, Астанадан, Петропавлдан келгендер болды. Тараздан келген жігіттер болды. 3-4 жігіт қана болдық басында. Керемет. Так, одан кейін университет. Сіз Nova Education'ге қатысыңыз болды ма сол кездері? Nova Education. Сіз де әйтеуір Nova Education'мен связывать етеді ғой? Неге? Сол арқылы не істеген жоқсыз ба ол кезде? Ол кезде андай қатты афишировать етілмейтін, белгісіз болатын ол кезде. Бірақ қазір енді реклама не дегендер қатты мықты ғой. Вот сол кезде Nova Education енді дамып отырған кез ғой, как раз. Nova Education енді уже ашылып бастап жатқан кезде. Қазір деген популярный болып кеткен жоқ па? Иә. Сол ең бірінші студенттеріміз дейді да, Nova Education'ның. Сіз сонда 11-ші класста ма, или Nova Education'ге қашан жазылдыңыз, или Nova Education түстіңіз ба? Жоқ, Nova Education арқылы ғой, сол жерде ағайлар болды, қазір директор ол кісі. Солардың ұсынысы арқылы жаңағыдай не қылып, директордың ұсынысын алып деген сияқты тапсырып неге ЮНИСТқа. Оның ЮНИСТаға анау ненің адмишн офистің қабылдау бөлімінің бастығы келіп Қазақстанға қыдырып деген сияқты. Таныстырып, көрсетіп, осы жерде балалар оқиды деген сияқты. Көргеннен кейін олар да жаңағыдай ыстық қабылдады. Содан кейін бізде жаңағыдай не болдық, экспериментальный болдық жалпы. Мыналар қалай оқиды, содан кейін соған қарай балаларды алып алмайтынымыз шешеміз дегендей. Сонымен бізге үлкен бір қатты жүк түскендей болды. Қайда бір бағамыз нашар болып қалса, бізден кейін адам келмей қалатындай болды. Сонымен сөйтіп айтып не болдық қой. Келе бастап бізден кейін бізден кейін потокты бірден 10 балама келді. Одан кейін 15-20 көп келе берді. Қазір бітіріп кеткендердің саны көп шығар, білмеймін. 120 адамдай бар ғой. Вообще жалпы не болып кеткендерден бітірген, оқып жатқандардың саны. Одан аз болмаса. Кореяда одан кейін алғашқы жылыңыз қалай өтті? Қиыншылықтар болды ма? Или ағылшынша тілі жағынан, например, о жақта барлығы ағылшын тілін түсіне ма? Или магазиндерде кәрісше сөйлеу керек болды ма? Магазиндерде кәрісше үйрену керек болды, по-любому өткені. Бірақ енді біз кампуста болғаннан кейін ағылшынша бәрі, студенттердің бәрі ағылшынша сөйлейді, профессорлардың бәрі ағылшынша сөйлейді. Жалпы андай 4 жыл ғой жалпы оқу. Foundation не деген жоқ та. Оқи бересің, ағылшынша бәрі, бүкіл математика, физика дегендер бәрі бірден бірінші курстан бастап ала бересің да. Жаңағы Назарбаев университетіндегі емес сияқты. Дайрект не деген сияқты, Foundation деген жоқ та. Бірден дайрект, короче. 4 жылда бітіріп шығуға болады. Өзіңе байланысты. Сонымен онда мектепте, кампуста, нелерде, магазиндерде ағылшынша сөйлейтіндер тұрады. Бірақ сыртта кішкене кәрісше білу керек болады, иә. Қазір кәрісше білесіз ба, или қай левелда білесіз? Иә, кәрісше Құдайға шүкір сөйлей аламын. Меңгеріп алдыңыз. Ол тілді де меңгеріп алдыңыз ба уже? Енді бірай, жаңағындай флуент сөйлей алмаймын енді. Бірақ енді қанша жыл болды ғой, уже 8-9 жылдай болып қалды. По-любому осы жердің жергілікті несін, жаңағы диалект, анау деген сияқты адамдарды түсінесің ғой енді. Эмоция не дегенде. Алғашқы жылда Қазақстанға қайтқыңыз келіп, бір қызықты қиын кездер болды ма? Сол бір өзіңіз есіңізде Тамақ жағынан қиын алды. Тамақ жағынан қиын болды. Енді бұл жақта көбінесе шошқа жейтін болғасын қиындау болды да, кішкене біздер ауылда кілең жылқының етін жеп, айран ішіп, сөйтіп үйреніп қойған балдарымыз ғой. Ол жаққа келіп, сол жағынан қиналды. Енді қазір ондай қатты қиыншылық жоқ, өйткені кім ақтан еттерді де, неден де жаңағы өзбек акалар бар. Солардан алып тұрамыз. Сол кезде қатты қандай қиыншылықтар болды басқа. Сабақ жағынан кішкене қиындау болды, система басқашалау ғой енді. Олар мысалы вышматты 12 жыл оқиды ғой кәрістер. Олар мысалы бірінші курсқа келген кезде вышматта спокойно шашып тастап отыратын еді. Біз енді жаңағыдай қиналып
жаңағы неше түрлі Тейлор сервис, Маклер неше түрлі бар ғой шматта солардың бәрін олар уже біліп отыратын еді. Біз сол жағынан кішкене қиналдық. Өйткені бағаны сол неге қарай қоятын, орталамаға қарай қоятын. Сол жағынан қиналдық, тамақ жағынан қиналдық. Жалпы культураны басында үйрену қиындау болды. Енді 11 класс бітіре салып кетіп қалған соң ғой, еще мына жақта көп қазақта жоқ, неде жоқ, білмейсің вообще, не бар, не жоқ, не жеуге болады, болмайды. Ондай жағдайларда өткізгеннен кейін бізден кейін келетіндерге жеме оңайлап басталды. Керемет. Тамақ жағынан қиындық болды дейсіз ғой. Ол еще Кореяда не ғой, нанның орнына күріш пайдаланады, Көбінесе күріш жейді, бірақ андай енді нанның орнына деп айтпаймын. Неге жаңағыдай ресторандарға неге барған кезде ең бірінші қызық енді бұларда білмеймін. Нан мен майды біз енді таңертең жейсің ғой, жаңағыдай нан жабық деген сияқты. Бұларда бір стейк жейтін болса, жаңағы ауыр тамақ жердің алдында жаңағы тіске басар деймін, білмеймін. Тамақ жердің алдында нан мен май алып келеді. Роскошь сияқты оларға бір. Шынымен де нанды аз жейді, өте аз жейді. Нанды кәдімгі тәтті сияқты қылып жейді бұлар. Шайдан кейін жейтін тәтті немесе оның алдында жейтін деген сияқты. Сондай қылып жемесе, бірақ көп жемейді, күріш көп жейді. Нанның орнына күріш жейді. Бізде кейін андай үйреніп кеттік. Мысалы Кореядан Қазақстанға келесің, үйге мамаға айтасың, мама ақ күріш жасашы деп. Енді салып бересің. Сондай бір не бар. Енді жергілікті тамақ жеп неғып кеткеннен кейін кішкене сіңе бастайды ғой енді ол да. Ол жақта қандай мамандыққа оқып жатырсыз? Сол бакалаврды қай мамандық? Механика оқып жатырмын. 3D принтерға қатысты оқып жатырмын. Керемет. Ол университетті бітіргеннен кейін не істедіңіз? Сразу магистратураға түстіңіз ба или жұмыс істедіңіз ба? Қазақстанға қайтқыңыз келді ма? Мен бакалаврды бітіргеннен кейін, негізі мен бакалавр мамандығы ядерный инженер. Одан кейін мен сосын КС-қа түстім магистратураға. Сол жақта оқыдым, бітірдім. Бітіргеннен кейін жұмыс іздедім, Кореяда іздедім, былай визамен келмеді, визамен сәйкес болмады. Плюс ядерный инженер болып, кішкене политикаға қатысты анау-мынау болғаннан кейін жұмыс табу қиындау болды шетелде, ол мамандықпен. Сосын Қазақстанға қайттым, Қазақстанда Назарбаев университетінде 1 жылдай жұмыс істедім. Департамент инженерия жақында. Содан кейін бітіргеннен кейін докторантура оқу керектігін түсіндім, қойдым. Сосын тапсырып көрдім әр жерге неге, бірақ өзімнің үйренген жерге барайын деп, үш жерде жақсы бір не шықты. Плюс докторантура, плюс мына жақта бір не бар, институт бар, 3D принтинг центр бар, сол жақта бір жұмыс не ашылды, позиция ашылды. Бір жағынан жұмыс істеймін, бір жағынан докторантура жасаймын қазір. Сол университетте жұмыс істейсіз ба? Жоқ, университеттің сыртында бір басқа бір институт бар. ЮНИСПен ол жердің аты Кайтек деп аталады, Korea Institute of Industry and Technology. Сол жақта не жасаймын, жұмыс жасаймын. Жалпы енді уже нешінші жыл оқып келе жатырсыз, оның бәрі қажет деп ойлайсыз ба? Мысалы магистратура жеткілікті емес пе еді? Магистратурадан кейін мен магистратура айттым ғой, ядерный инженер оқығаннан кейін жұмыс табу қиындау болды, кішкене андай көзге көрінетін дей ма, қолмен ұстап не қылатын сондай не керек болды да мамандық. Өйткені қазір жаңағы нейді Industrial Revolution деймей ма, сондай Industrial Revolution 4.0 деп айтып отыр ғой, жаңағы қазір не болып кеткен жоқ, тренд болып кеткен жоқ қой. Сол жақта 3D деген сияқты жаңағы AI, machine learning дегендердің бәрі қазір соларда жаңағыдай жалпы тілмен айтқанда хайп болып жатыр ғой. Енді солардың біреуінің бір жағасынан жетегінен ұстап қалу керек болды. Сонымен жарайды деп сол 3D принтингға қатысты жалпы бүкіл не бар болса соның бәрін үйренуге тырысамын қазір енді. Көп жұмыста көп, неде көп, басқа жерлерге де кіруге болады. Ядерный инженер боламын десең де кейін по-любому не ғана болады да, сенде басқа жоғарырақ не болады да, сен квалификацияң басқаларға қарағанда. Ол жұмысыңызда қазір қанша уақыт болды жұмыс істеп жатқаныңызға? Уже 2 жылдай болды, сол 2 жылдай бұрын келдім, 2 жылдай болып қалыпты. Докторантура әлі 2 жыл қалды, ол короче жартысын бітірдім. Докторантура 4 жыл ма? Докторантура 4 жыл. Енді әркімге әртүрлі ғой, өзім 5 жыл оқимын десем, соза беруіңе де болады, бірақ енді бүйтіп соза беретін уақыт жоқ. Енді тез бітіріп тұрып бізге. Кейбіреулер бар, 6 жылда бітіретіндер бар. Қиын ғой енді, оңай емес докторантура өйткені
жаңағыдай нелер жазуым керек, артиклдар жазуым керек, ғылыми зерттеулердің бәрі жақсы өту керек, көп жұмыс істеу керек. Тура мына жақта деген кәрістер түнде мысалы воскресенье сағат түнгі 3-те де 4-те де отыра береді. Таңғы 6-да мысалы өткенде неде кайста оқып жүрген кезде есімде күніне 4-ақ сағат, 5-ақ сағат ұйықтайтынмын. Андай кәрістер енді көп жұмыс істейді ғой жалпы. Солардың несінен әсерленіп жалпы көбірек результат шығу үшін, көбірек жетістікке жету үшін өте аз ұйықтап, көбірек жұмыс істеу керек болды да. Мысалы сағат есімде жанымда бір досым болатын еді, шетелдік бірге жұмыс істейтінбіз. Түнде 12-лерде мен кетіп қаламын, эксперимент жасаудан шаршап кетемін да, енді ұйықтаймын барып, таңертең ертерек келейін деп. Түнгі 12-де кеттім, үйге барып ұйықтап қайтайын деп, таңғы 6-та келсем әлі жұмыс істеп жатыр. Сосын айтасың, не болды саған деп. Сондай да, енді ондай не күндіз-түні сенің ойыңда жүреді да, ананы шешуім керек деген баста не бар да, андай бір проблемам бар, соны шешпейінше не қылмайсың, тынбайсың ғой. Жалпы мотивация ұрып тұр ғой. Осындай бір не жасауым керек деген сияқты, жаңалық ашуым керек деген сияқты. Сондай неде атмосферада мына жақта осындай же кампусқа неге келетін болсам. Юнисқа келіп пе едің? Ау? Юнисқа келіп пе едің? Жоқ, кезінде сол ол жақта Юнистің бір проблемасы документтерді онлайн емес, почтамен жіберу керек еді. Бәрі бір проблемасы емес қой, бүкіл университетте сондай ғой. Жоқ, негізі басқа университеттер просто онлайн сканермен жіберуге болады ғой. Тек Юнистан қайсыде де просто так жібересің сканерлеп. Ал сізге қиын болып жатқан жоқ па PhD мен жұмысты алып жүру? Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, не дегенмен PhD қиын. Ақша табу оңай ма? Оңай емес. Екеуін де алып жүру. Енді бірақ екеуі бір-біріне байланысты болғаннан кейін мына жақтан профессорым да, мына жақтан бастықта екеуі бір-бірін жақсы таниды. Сол үшін қатар проблема болған жоқ. Жұмысыңызда қанша уақыт және нені қажет етеді жұмысыңыз, не істейсіз, былайша сол туралы айтып бере аласыз ба? Былай ғой, екеуі бір-бірімен. Бастықта, профессорда екеуінің де мақсаты бір да. Сол үшін маған жақсы болды да, екеуінің де айтқан нәрсесі бір неге келеді. Екеуі келісіп алғандай дегенде ше, бір проект бар, соны бітіру керек қой. Жалпы мына жақта мен нелердің бәрін, жаңағы 3D принтерларды, нелердің бәрін қолдана аламын да. Неде жұмыста. Мына жақта да 3D принтерлар бар, нелер бар. Короче, мүмкіндік көп жалпы. Қатты қиын болады. Ішіне айтып қарасаңыз, там проект туралы айтып берсеңіз, например, енді 3D принтер деп жатсыз, мен просто қатты түсініп тұрған жоқпын да, просто печать деген кнопканы басу керек па, или там ішінен бірдеңе құрастыру керек, ішінде компьютермен жұмыс істеу керек па? 3D принтердің несі қандай десек, мысалы, мына кітапты, мысалы, мына кітап бар дейік та, бірінші, мына бететті, не жерде құм сияқты не бар дейік, мынандай, бір слой бар дейік та, осындай, бір қабат бар дейік. Сол жақтан лазер келеді да, бір сызат, мына жақтан компьютерден келген нәрсені, лазер үстінен бүйтіп, бір слойды түсіріп кетеді. Осыны жаймен астына түсе береді да, мына жақтан тағы да бір не келеді жаңағыдай. Порошок келеді, металл порошок ше. Сөйтіп жаңағыдай бүйтіп астына түсіре береді. Несін ютубтан видеосын қарасаңыздар болады. Сөйтіп бір осындай бір не шығарып береді. Кітап сияқты немесе андай өте комплекс сондай бір шейптан андай формада не жасап береді да, сондай. Оны сосын қолданма жаңағыдай индустрияда болсын, жаңағыдай ғарыш несінде болсын, машинаның ішіндегі өте қиын болған нелер бар, ол формалары өте қиын, негізі оларды қалыппен кәдімгі құйып жасайды да, негізі. Ол өте қымбат, андай не емес, не дейді жаңағыдай, сапасы онша болмауы мүмкін да, 3D принтермен жасағанда қарағанда. Сондай жалпы менің қазір айналысып жатқан нәрсем, мысалы, енді оны айтуға болады ма білмеймін, проектке айтпасын дегенде. Жалпы көп нәрсе бар да, короче, машинаға қатысты мысалы бар дейік, бір машинаның ішінде көп нелерден тұратын, болттармен салынған сондай заттар көп да, мысалы, ол болттардың санын азайтуға болады. Принтермен бірден шығарып салуға болады да, андай жалғаусыз несіз, сөйтіп сандарын азайтуға болады жалпы. Принтердің көп нелері бар, мүмкіндіктері бар.
пластикпен жасайды. Принтер дейсіз ғой. Уже қалыппен бүйтіп, уже болашақ принтерде 3D принтермен дейсіз ғой, уже ешкім қалыпқа салып бүйтіп ішіне там Қалыптың өзінің бір несі бар, үстемдігі бар. Үстемдігі ол көп қылып шығаратын кезде тез шығаруға мүмкіндігі бар да. Принтермен кішкене уақыт мүмкін. Бірақ алдағы уақытта егер де принтер тезірек шығаратын бір жағдайға келетін болса, онда мүмкін, сен айтқандай болуы мүмкін. Анау қалыппен жасау несі мүмкіншілігі азайып қалуы мүмкін. Бәрі компьютермен болады ғой. Так, жалпы енді осы жұмысыңызды соңына дейін алып шығамын деп ойлайсыз ба, или басқа да өзіңіздің мақсаттарыңыз бар ма, басқа да оқуды алып шығып, тағы PhD оқып немесе? Енді екінші PhD алмайтын шығармыз, енді білмеймін, ары қарай осыдан тоқтайтын шығармыз енді. Бірақ басқа мамандық жоқ, осымен ары қарай кетемін ғой енді. Инженер болып, ары қарай механика, машина жағында, самолет жағын жасау, анау мынау деген сияқты 3D принтер қай жерге кіреді, сол жердің бәріне баруға болады деп ойлаймын. Осының артын давить етеміз. Бір басқа нәрсені бітіру керек қой. Қиын болды, бірақ осы ұнаған нәрсені табу үшін осы қаншама жыл оқып келе жатырмық. 2011-ден бері осыны оқып келе жатырмық қой, енді ғана түсінгендей болдық та. Значит, мынау менікі деген сияқты. Енді жалпы адам өзінің несіне қарайды, ол мүмкіншілігіне қарайды. Мүмкіншілігіне, қолынан келетін жаңағыдай скиллдар дейді ғой. Скилл қазақшасын айтқандай ғой. Шеберлік. Сондайларына, өзінің мүмкіншілігіне, жалпы жақсы көрмейтіндігіне қарайды. Сол нәрселердің бәрін үшеуі ұштасса, онда мынау менікі деп айта аласың да, бақытты өмір сүресің. Сонымен өзің жақсы көретін нәрсеңді жұмыс істейсің, плюс жаңағыдай ақшаңды тауып, наныңды тауып жейсің. Кезінде мысалға бірінші жаңағы механика инжиниринг оқыдыңыз, магистратура мен бакалавр, ал қазір 3D принтерға байланысты оқуды оқып жатсыз, PhD-ді. Сол егер мысалға кейде ойламайсыз ба, кезінде бакалавр мен магистратураны басқа мамандықта оқу керек еді деп, или бұның бәрі пайдасы тиіп жатыр ма қазір? Бәрі пайдасы тиеді ғой, бір жерден шығады ғой. Жоқ, мен қайтып өтейін, бакалаврда да, магистратура мен ядерный инженер оқыдым, механика емес. Қазір механика оқып жатырмын. Механика ішінде 3D принтер оқып жатырмын, жалпы. Шатастырып жүрген шығармын. Бірақ егер мүмкіндік болса, IT-ді оқуға болар еді, өйткені IT-ді қазір өте не алып жатыр ғой, дамып, жаңағы data scientist, анау деп. Мен өзімнің туған інім қазір Каспий банкта жұмыс жасайды. Оны да неге шақырсаңдар болады. Селшік па? Назарбек ше, Назарбек танисыңдар ба, танымайсыңдар ба, білмеймін. Назарбек Абысқан. Соған хабарласыңдар болады, келесі нені соған хабарласыңдар болады, ол да, Вот, қазір олар немен айналысып жатыр, дата сайентистпен, дата анализ деген сияқты сондай болып жатыр. Қазір машин learning не дегендер өте не ғой, атақты и көп жұмыс табуға болады. Мысалы Сеулда стартаптар көп, бізде де стартаптар көп, жұмыс мүмкіншілігі өте көп жалпы қарағанда. Егер де мүмкін болса, соны оқылар едім, мүмкін. Керемет. Ал қазір сіз Кореяда отбасыңызбен тұрасыз ба, или достарыңызбен жиналып квартирада тұрасыз ба? Жоқ, өзім, мен үйленгем, қызым бар. Керемет. Карантин уақытында, сізде бірақ карантин қатты сіздің жұмысыңызға әсер тигізбеді ғой, Кореяда? Біз шетелге көп баратын едік. Америка, Сингапур, анау дегенге баратын едік, бірақ бүкіл нелердің бәрі жабылғаннан кейін тек жабылғаннан кейін бара алмай қалдық ешқайда. Сол жағынан әсер етпесе, жалпы мен өзімнің жұмысымды тоқтатқан жоқпын, істеп жатырмын. Кореяға барам дейтін түлектеріміз болса, соларға қандай өзіңіздің нелеріңізді бере аласыз, советтеріңізді, например, қандай мамандыққа барған дұрыс, ол жақта қандай мамандықтар актуалды? Инженерлер саласына мен айта аламын, басқа салада өйткені онша қатты білмейді екенмін. Егер де Кореяға келетіндер болса, мақұл, инженер еместерге менеджмент болсын, жаңағы бизнес саласында болсын, университеттер бар, сол Бридж сияқты университеттер бар да. Соларға барса болады, немесе Сеулдағы Сежонг деген университеттерде сондай басқа да инженеринг емес салаларды оқуға болады.
Nova Education'ға хабарлассаңыздар, олар өте жақсы не қылады. Менің жақта істейтін ағайға хабарлассаңыздар. Бірақ инженер саласына келетін болсақ, университеттер өте көп. Мен нист кайстыда оқығаннан кейін айта аламын, примерно нелер қатты оқыту болып отырған, бітіріп жатырған студенттердің көбісі қазір мысалы chemical engineering бітіріп жатыр, олар докторантураға дейін барғысы келіп жатыр. Плюс айтишник бітіргендердің көбісі қазір Сеулда жұмыс істейді, олардың өздерінің бір бандасы бар қазір Сеулда. Олар көп, айтишниктер көп мысалы. Екіншіден, үшіншіден тағы кімдер көп? Электрикал инженерлер да тоже неге кетіп қалып жатыр, айтишник болып кетіп жатыр, немесе роботикс компанияларда жұмыс істеулері болады. Сол қазір не қандай не десе, енді түскісі келгендер болатын болса, уже қазір уже 7-ші класстан бастап дайындалу керек қой. 10-ші класстан, 11-ші класстан олар дайындалып бастайды деп айтса, уже кеш та, уже портфолио жинау керек. Ең басты нәрсе құлақтарына алтын сырға екі жағына екі үлкен бір портфолио іліп қойсын дейді ма. Негізі өте маңызды. Қазір мысалы шетелдік университеттердің өзінде нелер көп, компетишн өте көп. Адамдар бәрі GPA-лері жаңағы не табельдері бәрі 5 алтын белгі, сат ойбай 1400, 1500 не жаңағыдай көп та, короче, бәрі сондай, бәрі бірдей. Адамдар не істейді? Окей, мына бәрін өткізіп тастайды, ол емес та уже бастапқы критерия, оған қарамайды. Енді олар, конечно, алыс күшін керек та. Бірақ адам мысалы экстракуррикулар не дейді ғой, жаңағы активитис, кім болды сен жалпы? Бір өзің бір андай бір волонтер болып жұмыс істедің ба? Коронавирустың кезінде көмектестің ба, маска істедің ба, не жаңағыдай өзің бір веб-сайт аштың ба, сенің оқуыңнан плюс сенің басқаша адами тарапыңды да не қылады да, қазіргі нелерде, университеттерде. Вот өте соны қатты бағалайды. Бәрі международниктердің бәрі келіп жатыр деп айтпайды. Мысалы, мировиктердің бәрі келіп жатыр, оларға әңгіме жоқ. Бірақ жаңағыдай да нәрселерді қарастыру керек та. Ойбай, кілең мировиктер түсіп жатыр екен деп, жаңағыдай мотивациясын жоғалтып алмасын да адамдар. Сенің жалпы сабағың бәрі нормально оқып алып кете алатын болсаң, вот ағылшынды дамыту керек, не қылу керек. Мировик болмасаң да мүмкіншілік бар да жалпы. Бүкіл критерияларын орындалса, түсуге болады, әбден болады. Мысалы, жаңа айтып жатсыз ғой, extracurricular activities көп болу керек деп ше. Мысалы, жұмысқа тұрған кезде көбінесе, мысалы, кайст университетін айтқан есіңізде қиын деп юнистқа қарағанда. Сол кайст университетіне талпынған дұрысырақ деп ойлайсыз ба? Не дегенмен ол жаққа барса, студенттер оларға жаңа сыртқы extracurricular activitiesқа уақыт аз болады ғой, тек оқуға ғана кіріп кетеді мысалы, ал ол ертең болашақта жұмыста пайдасына тие ма ол? Кәдімгі мектепке келген кезде вот айналысып алсын да экстракуррикулар активитилармен. Содан кейін оқуға түсіп алғаннан кейін болды ғой, ары қарай университетте уже тек қана сабақ оқисың да, бірақ енді адамдармен қарым-қатынаста боласың ғой, қоғам неде жаңағыдай боласың. Кайстқа түскен күннен кейін, тек сабағыңды оқисың, жұмысыңа дайындаласың, жұмысында сенің жалпы IQ-іңде, EQ дейді, жаңағы emotional quotient дейді ма, не дейді, сондайларды нелеріңде де, интеллектіңде де есептейді да. Тек қана интеллектке қарап, ойбай, кайстта оқыған екен деп, сен адаммен әңгімеге келе алмайтын болсаң, сөйлесе алмайтын болсаң, өзіңнің ойыңды ашық айта алмайтын болсаң, сенің кайстта оқымағаныңа қарамайды да. Рахмет. Қазіргі уақытта енді Қазақстанға келмейіңізге 2 жыл болды, PhD-ді бітірген. Соңғы рет Қазақстанға 2 жыл бұрын келдіңіз ба? PhD-ді бітіргеннен кейін Қазақстанға келем деп ойлайсыз ба, или бұл жақта жұмыс табу қиын бола ма? Қиын. Докторантура бітіргеннен кейін сразу қайтуға ой жоқ пока. Өйткені неге десең, мен қазір докторантураны бітіріп Қазақстанға қайтатын болсам, баратын жер академический салада Назарбаев университеті бар. Назарбаев университетінде мен өзім жұмыс істегеннен кейін, көргеннен кейін білемін да. Ол жерге мен максимум мүмкін постдок болып жұмыс істей аламын. Постдок болған күннің өзінде қатты ол жерде 3D принтерға қатысты нәрсе қатты дамымаған. Сондықтан мен докторант бітіргеннен кейін сразу қайтатын ойым жоқ. Енді білмеймін, басқа оған дейін мүмкін жақсы проекттер ашылып, центрлар ашылып сөйтпесе. Олай болмаған жағдайда бітіріп, бірінші оқуымды бітіріп алуым керек бір. Ештеңе ойланып жатқан жоқ. Бірақ бітіріп алғаннан кейін білмеймін, көреміз. Басқа жерде жалпы мынандай да,
қайда барсақ та, өйткені ана Канададан бидай ұрлап алып келді дей ма, жаңағы не дейді, естіген шығарсың жаңалықтардан. Қазақтар жаңағы Канадаға барып асыл тұқымды бір бидай алып кетті деп. Бәрі қуанып жатыр ғой, біздің Қазақстаннан алып кетпегенде шүкір, басқа мемлекеттен алып келіп жатыр деп. Енді заңды түрде істеді дейді да, бірақ енді қайдам заңды түрде істелінген дейді ғой енді. Айтқым келгені былай да, біз Қазақстанға қайтатын болсақ, бүкіл үлкен бір багажбен келу керек та. Сен жаңағыдай компанияларда жұмыс істеп, бүкіл андай нелеріңді, багаждарыңды алып кел. Мен тек қана докторантура бітіре салып барған болсам, конечно, мүмкін бір пайдасы болады. Бірақ мен андай үлкен неде уровеньде адамдарға көмектесе алмаймын да ол кезде. Бітіргеннен кейін мүмкін бір компанияларда жаңағыдай Hyundai Motors сияқты компаниялар бар. Біздің Ульсан қаласында орналасқан бүкіл әлемде ең үлкен бірінші не Hyundai Motors заводы біздің қалада. Мен өзім андасында бүйтіп өтіп жанынан машина заводтан шығып та сразу кемеге салып жіберіп бүкіл әлемге тарайды дейді. Сондай сияқты заводтарда жаңағыдай не болып, ғылыми қызметкер болып жұмыс істеп, не қылып, үлкен бір позицияға келгеннен кейін, вот сол кезде Қазақстанға қайтуға болады да, келіп болады емес, қайту керек. Қайтуымыз керек біздің. Жүре бермейсің ғой, енді өзің қара басыңды ойлап барып, елді дамыту керек. Кім айтады ғой, Асқар Жұмаділдә, бізге вот технократтар керек дейді да, қазіргі анау Япония не дегендер қалай дамып жатыр дейсіңдер деп. Олар өздерінің Тойотасын шығарды, накарстер Hyundai'ды шығарды, Kia'ны шығарды дегендей. Сонымен бүкіл экономика дым жоқ бұларда. Дым жоқ. Жалпақ тілмен айтқан кезде жердің астында дым жоқ. Олар кезінде бөлініп кеткеннен кейін, не қылғаннан кейін бұл еңбек етті да, кәдімгі еңбек етті. Жағдайың қалай деп сұрамайды, жағдайың қалай дегенді сұрайды да. Оларда жаңа тамақ, күріш жедің ба немесе тамақ жедің ба дегені, сенің жағдайың жақсы ма, вот значит қарның тоқ па деген. Ол қатты қиыншылық көрген да, бұлар қиыншылықты көргеннен кейін біздің балаларымыз көрмесін деп өте қатты еңбек еткен. Сосын жердің астында пайдалы қазбалар болмағаннан кейін вот оларды наоборот итеріп отырғанда сондай алға қарай басып отыруға. А бізде не? Пайдалы қазба көп, ой біз байымыз ғой там. Қарнын сипап жатасың да. Вот еріншектік содан бар да біздің қазақта. Қазақстан қанында бар дейді. Негізі ол дұрыс нәрсе емес, мен келіспеймін қанында бар дегенге. Вот кішкене былай не қылып итерсе, әркім өзінің жаңағыдай еліміздің үлкен бір болашағын көріп, істегісі келетін, үлкен пайдалы азамат болғысы келетін болса, вот шетелге шығып көріп келсін да, вот шетелге шығудың үлкен бір пайдасы болса да, барып келесің, барып қалмайсың, барып қайтып келіп, өзінің еліңді дамытасың да. Басқа культураны біледі дейсіз. Үлкен бір сөздер айтып жатырмын, мен болашақта кім не болатынын білмеймін, бірақ менің қазір осы ситуацияда не Қазақстанға барып, осындай үлкен бір нәрсе жасасақ деген бір ой бар да, келіп инвестиция тартсақ, үлкен бір проекттер арқылы бір центрлар ашсақ, біздің қазақтарда оқыса, көрсе сол нәрсені, мен көргім келген нәрселердің бәрін осы Қазақстанда көрсе екен деп. Керемет, керемет. Бұйырса бұл нәрселердің бәрі болады деген үміттемін. Оның бәрі сіздің арқаңызда болсын дейік. Қазір мен сол кәрістерде айтып жатсыз ғой, культурасы басқа деп ше, кайдзен, икигай дегендерді қолданасыз ба сіз? Енді ол икигай не дегендер білмесек те қолданып жүр екенбіз ғой деп ойлаймын кейде. Кейін оның аты икигай деп айтады екен ғой деп. Иә, сондай не енді олар жаңағы бәрі жалпы теорияда неде шығарады ғой сөйтіп. Ондай өміріміздің бір несі бөлігі сияқты болып кеткен ғой. Ондай болмаса алға қарай басып, өзіңнен өзің мотивация болып, әркім докторантура оқысы келмесе деп ойлаймын. Докторантура өткен оңай нәрсе емес. Рахмет, Ұланбек аға. Осымен уже біздің неміз зумымыздың да уақыты бітіп жатқан сияқты. Осы тілектеріңізбен кездесуімізге келгеніңізге рахмет. Бұйырса